Ассалаумағалейкум. Мына подкастты мен өзім сапарда жүруіме байланысты подкастты сразу талдап тастадым. Строго өздерінің ғалымдарымен кітаптардан әкеліп тастадым да. Сол үшін каждыйына тыңдап қараңыздар, қызық болады. Кеттік. Алла тағала мына кісі айтты, фиссама деп мен де айтамын деді. Сонда мен айналла десем, фиссама деген жауап дұрыс па? Данияр деп жауап беру дұрыс па? Фиссама деп жауап беру. Фиссама деген тікелей аудармасы ал мысалы аспан. Қазақша аударсақ аспан. Аспанда. Аспанда. Да те Аспанда та емес, те аспан деген. ішінде дейік. Фи. Зарфия ма? Зарфия фи негізі. Деген ішінде деген мағына береді дей ма? Байхақи жауап бере қойсын сендерге. Байхақи айтады, фасиху фил ард дейді, яғни фи деген мағына дейді. Не дейді? Аля деген мағына береді дейді. Өйткені Аллах тағала Құранда жер бетіне таралыңдар деп айтты дейді. Фасиху фил ард. Ол жерде фи деген ішінде алсақ, Алла тағала жердің ішіне тарал деп айтпайды ғой. Тура сол сәтте Құранда хадисте келетін фиссама деген аляссама деп түсінеміз дейді. Аляссаба самауат аляш деп түсінеміз дейді. Байхақи айтады, байхақи деп айтты. Дальше, короче, мынау қысқа. Аз, короче, өте төмен. Данияр Бұл жерде мен мынау кісінің сөзінен айтып тұрмын сізге. Ол кісі мен де фиссама деп айтамын деп тұр. Солай жауап беруге болады ма? бұл енді жауап қай жағынан тауфи тұрғысынан. Тауфи яғни ешқандай мағынасына үңілместен тек қана солай жауап беру тұрғысынан ғана. Фиссаманы тафуид тұрғысынан. Фиссаманың мағынасын Алла қалдырамыз. Ешқандай ашари матурidi фиссаманың мағынасын Алла қалдырамыз деп сөз айтып қалған. Білмеймін, не қаяқта отыр бұлар, түсінбедім бар ғой. Дальше. Енді айтайын дегенім сол нәрсе. Негізі мысалы салаф салихтарда келетін нәрсе осы есім сипат мәселесіне қатысты, аяттарға қатысты, муташаббихат аяттарға қатысты. Амируха кама жа деп келеді, яғни қалай келеді солай өткізіңдер деп келеді. Енді соған сіз қалай жауап бересіздер, мысалы сіздер салафилер? Солихтардан келетін бірінші сен салаф солихтар ешқайсысы сифат аяты муташабих деген сөзді қолданбаған. Керісінше олар оған тәпсір берген. Ал сендердің ойларың бойынша муташабих аятқа тәпсір берген адамның жүрегінде ауру болу керек. Енді муташабих аят деп сендер сипаттайтын истава деген аяттарға Муджахид, Ибн Аббас, Абул Халия бәрі истава, Сауд деген немесе иртифа, аля деген тәпсірлер берген. Значит, олардың жүректерінде ауру бар салаф солихтардың. Сендердің ойларыңша ол. Бізше сифат аяты муташабих емес. Дальше. Бірінші дәлелдеу керек, сифат аяты муташабих екен, сосын барып сөйлеу керек. Салаф солихтар мәселесін. Салаф солихтар ешқайсысы салаф солихтар сифат аяты муташабих деген сөз айтпаған. Дальше кеттік. Хамим деген секілді мұқатаа дейді ғой. Солар ғана бізде муташабих аяттар емес па? Неге ода көзқарастар бар, бірақ та негізгі Құранда Али-Имран сүресінде не деп айтты Алла тағала? Фитнаға еру мақсатында олар жүректерінде дерттері барлар муташабихат аяттарға ереді деді. Енді фитна мысалы хуруфул мұқатаада фитна болды ма? Болған жоқ мысалы. Бір-бірін табдиға шығарып мысалы болған жоқ мысалы. Бидғат естіп айтқан жоқ. Ал фитна болған жоқ па не? Омардың кезінде Омар Субай айбн Асыл не үшін таяқпен ұрды? Әз-зарияты зурба деген сөз үшін. Әз-зарияты зурба сен үшін не? Сонда сифат аят па не? Сол үшін айтып тұрмын ғой, оқу керек бұларға, оқу керек. Дальше. Әлі таяз кішкене давайте. Олу не деп айтады? Биззат? Биззат деп айтпайды. Биззат деп айтпайды. Яғни өзімен жоғары деңгейге көтеріліп кетті деп айтпайды ешкім. Ешқандай ғалым айтпаған өйтіп. Ешқандай ғалым айтпаған бидати деп дей ма? Қалай кетті оқымасам біздің ініміз емес қой сен, айналайын ау. Мұхаммад ибн Аби Шейба өзінің кітабында ашып айтады. Имам Шафидің шәкірті Имам Аль-Музани өзінің кітабында айтады, ақидасында Аллах тағала мустауин алалаш бидатихи, затымен өзі деген сөзді. Түрлі ма? Мұнда мен сізге айтайын, былай деп айтайын. Сіздер Алланы біз қайда көреміз қияметте? Жәннат біткеннен кейін жәннатта көреміз. Жәннаттың ішінде көреміз, сыртында көреміз бе? Жәннаттың ішінде көреміз. Ішінде? Жәннат енді шектеулі ма? Шектеулі. Жәннаттың ішінде Аллахты көреміз. Мақұлықтың ішінде Аллахты кіргізу ақидаларың бойынша куфр. Тәубе ету керексіңдер сендер. Тәубе ету керек. Күлетін нәрсе емес. Өйткені жәннат шектеулі. Сендерше жаратылыстың ішіне Аллахты кіргізу ол куфр ақида. Ұстаздары прямой эфирде отырып ДТП болып жатыр ғой. Давай, басқасын. Өздерінің сөздері өздеріне қайшы келеді ғой. Неге екенлер аспанда дейді, бір қарасаң Алла аршының үстінде дейді. Арш қайда, аспан қайда, не? Аршы мен аспан бір мағына ма сұрасаң ол. Осын айта кетіңізші сонда. Қалай сонда ол аспанда деп айтса, аршыда емес деген мағына шыға ма сонда? Аршыда деп айтса, аспанда емес деген мағына шыға ма? Аспан бөлек нәрсе емес па? Аршы бөлек, аспан бөлек нәрсе емес па? Абул Хасан Аш'ари өзінің Ибана ан усули дияна деген сөзінде дейді. Былай деп айтты, не дейді? Біз көреміз дейді, барлық адам баласы дейді, адамдар қолын аспанға көтереді дейді. Өйткені дейді, Алла тағала дейді, аршының үстінде, жер қат аспан үстінде дейді. Значит, аспан мен аршыны бір көріп бір. Өйткені екеуі бір, қалай айтсақ болады, бір бағытта.
яғни 7 қабат аспандардың үстінде аршы, аршының үстінде Аллах тағала. Яғни Абул Хасан Ашари айтты, өздерінің ғалымдарың сендер муджаддид деп есептейтін, сол үшін оқу дейді. Оқыңдар, айтып жатырмын, оқыңдар. Мына сәләфи уақит бауырларға күнге қатысты хадис. Күн хадисін. Біз бұл күн хадисті қалай қабылдауымыз керек, қалай сенуіміз керек, қалай оған біз баға беруіміз керек. Күн хадисін көрейік, не деп айтады екен? Сәләфтар бекіткен ақидаға. Сонда жаңағы күн не деп жауап береді? Аспанда деп айтады, фиссама деп айтады. Фиссама деп. Сөйтіп, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, болды, бұл мұсылман, босата берсең болады деп айтады. Яғни бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи шақыру мақсаты не еді? Күннің мұсылман ба, мұсылман емес па білу үшін, азат ету үшін. Адамның мұсылман екенін анықтау үшін деген сен қайдан алыңдар сендер? Сендер жалпы білесіңдер ме? Исламда кафарат үшін мұсылманды ғана, мүмин әйелді ғана босатады, мұсылманды ғана босатады да, кафарат үшін. Өтеген Аллах тағала Құранда не деп айтады? Иса сүресінің 90-шы аятында фатахриру рақабати муъминатин дейді. Мүмін күңді босатсын дейді да. Сендер сонда пайғамбарды надандыққа кінәлап тұрсыңдар ғой. Пайғамбарға бір адам кафарат етуге кафарат етуге әкеліп тұр. Пайғамбарымыз одан мұсылман ба, мұсылман емес екенін сұрап тұрды да. Ей, кафарат етуге тупому ясно, что кафарат еткенде азат ететін адам ол мүмін күң болу керек. Өйткені Құранда аят тұр. Субханалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи сұрайды, Алланың бір екендігін және менің пайғамбар екендігін мойындайсың ба деп сұрайды. Енді екі риуаят келтір, екеуі де сахих. Имам Маликтегі сахих, бұл да сахих. Ешкім оны даиф деп айтқан жоқ ешкім. Екеуі де сахих. Енді қайсы біздің ұстанымға сай келеді? Яғни бір адам, мысалы, бір адамда мұсылман екенін анықтау үшін аспанда десе, мұсылман болып кетеді ме? Мұсылман болып кетпейді. Келіп отырған имам Маликтің муаттасында келетінде әтәшһадуна, яғни куәлік етесің бе Алла оның елшісі дегенде, бұл жерде хадистің өзінде мүмін күң әкбелет деп айтып тұр. Мурақабати муъминатин деп тұр. Субханалла. Түсіндіңдер ме сендер? Имам Шафии сол үшін Китабул Умда айтады, не дейді? Адам бір нәрсені кафарат өтегенде дейді. Кафарат өтегенде осыны мүмін күңді азат ету керек деп осы хадисте келген имам Шафии. Яғни Аллахтың елшісі оның мүмін күң екенін білді, сол үшін имтихан жасады. Түсіндіңдер ме? Имтиханды жасаған Алланың елшісі. Аллахтың елшісі әртүрлі күнге әртүрлі имтихан жасаған. Біреуіне Алла қайда деген, біреуіне яғни сен Раббың кім деген. Ол проблема емес, Аллахтың елшісі солай қалады. Өйткені бізге солай мұхаддистер жеткізіп тұр да. Аллахтың елшісі бізге солай жеткізіп тұр. Бұл нәрседен сендерде қорытынды шығу керек. Ешқандай да салаф бұны жаңа күн ол мұсылман емес деген сөзді айтпаған. Хадистің өзі оған қарсы. Ішінде тұр, не дейді? Рақабати муъминатин деп тұр. Сол үшін бәлен сағат отырасыңдар подкастта. Мұна айтып отқандарың чисто чанда, мен сендерге айтайын, чанда. Білім алу керек, оқу керек. Ізденіңдер. Өте таяз мына жерде, өте таяз мына подкаст. Жақсы. Ассаламу алейкум.